Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге шапканы қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Ең алдымен 7 см етіп енін тоқып алатын боламыз. Содан кейін өздеріңіздің бас өлшемдеріңізге қарай осы енінен бастап ұзындығына қарай тоқитын боламыз. Бас айналымның өлшемін алып аласыздар. Содан кейін осы енінен бастап ұзындығына дейін тоқып шығатын боламыз. Бізге қажет болатын жіп, ол осы Ализе жібі. Мен екі түсті таңдадым. Крючок менде 4-тік. Бір ғана цветтен тоқсаңыздар да болады, немесе екі цветтен тоқсаңыздар да болады. Ең алдымен енін тоқып алатын боламыз. Бірінші қатарда тағы да бір рет ілмектен өткізіп алып, без накидом тоқып шығатын боламыз. Екеулік қылып, осы тұрған кольцоның ортасынан өткізіп, крючокқа 2 рет жіпті шығарып алып, екеуінен бір-ақ өткізіп, дәл осылай бірінші қатарда без накидом екеулік қылып тоқып шығатын боламыз. Келесі екінші қатарында тағы да 2 рет ілмектен өткізіп аламыз. Содан кейін тура осы кольцоның дәл ортасынан өткізіп алып, крючокқа 3 жіпті шығарып, үшеуінен бір-ақ өткізетін боламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі қатарда да дәл осылай 2 рет ілмектен өткізіп алып, екі кольцоның ортасынан өткізіп, крючокқа 3 жіпті ұстап тұрып, содан кейін 3 жіптен сразу өткізетін боламыз. Біздер қазір осы енінен бастап ұзындығына дейін тоқып жатырмыз. Барлық қатары дәл осылай тоқылып шығатын болады.
неге дәл осылай өздеріңіздің размерлеріңізге қарай ұзындығын тоқып аласыздар. Содан кейін екеуін беттестіріп, екі ортасын тоқып шығатын боламыз. Енді келесі қатарда оң бетіне аударып аламыз да, содан кейін бір рет ілмектен өткізіп алып, бес накидам екеулік қылып, осы барлық қатарды дәл осылай екеулік қылып, соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Дәл осылай бірінші қатарды аяқтап аламыз. Содан кейін үш рет ілмектен өткізіп аламыз да, накидам бір рет тоқып алатын боламыз. Содан кейін тағы да бір рет ілмектен өткізіп аламыз. Бір орынды қалдырып, екінші орыннан бастап, тағы да накидам екі қатар тоқып аламыз. Содан кейін тағы да бір рет ілмектен өткізіп, бір орын қалдырып, тағы да екі қатар тоқып алатын боламыз. Дәл осылай екінші қатарды, дәл осылай екі қатар тоқып, бір рет ілмектен өткізіп алып, бір орын қалдырып, тағы да екі қатар, дәл осылай екінші қатарды соңына дейін тоқып шығатын боламыз.
Үшінші қатарда мен екінші цветті қостым. Бірінші цветті соңына дейін үзіп тастамаймыз. Осы жерде қалдырып, екінші цвет екеуін байлап, дәл осы жерде қалдыратын боламыз. 3 рет ілмектен өткізіп аламыз да, содан кейін екінші қатарда тоқыған тура осы екі қатардың ортасына дәл осы жерге 3 қатар тоқып алатын боламыз. Содан кейін келесі тұрған екі қатардың дәл ортасына тағы да тура ортасына біз екінші қатарда орын қалдырып кеттік. Тура осы жерге тағы да 3 қатар тоқып аламыз. Дәл осылай үшінші қатарды соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі үшінші қатарда біздер дәл осылай екінші цветімізге қайта ауыстырып аламыз. Содан кейін екінші қатарда тоқыған дәл осы 3 қатардың үстіне 2 қатар тоқып шығатын боламыз. Содан кейін бір рет ілмектен өткізіп аламыз да. Содан кейін келесі 3 қатардың үстіне тағы да 2 қатар тоқып алатын боламыз. Дәл осылай үшінші қатарды соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Арасында бір рет ілмектен алып отырамыз. Содан кейін тағы да 2 қатар тоқып алып, сосын тағы ілмектен өткізіп, дәл осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз.
келесі төртінші қатарда да цветімізді ауыстырып аламыз. Содан кейін 3 рет ілмектен өткізіп алып, дәл осы екі рет тоқығанның дәл ортасынан бір кольцоға 3 рет тоқып алатын боламыз. 3 қатарды бір кольцоға тоқып шығамыз. Содан кейін келесі қатарында екі қатардың дәл ортасына тағы да 3 қатар тоқып аламыз. Дәл осылай жалғастырып соңына дейін тоқып алатын боламыз. Видеода барлығын анық көрсеттім. Барлығын дәл осылай жалғастыратын боламыз соңына дейін.
мінекей біздер шапканың ортаңғы жағына келдік. Енді дәл осылай үш қатар тоқып жатырмыз ғой. Енді осы үш қатар тоқып болғаннан кейін келесі қатарында екеулік қылып тоқитын боламыз. Сонда шапкамыздың жоғарғы жағын дәл осылай қысқартып жинап алатын боламыз. Мінекей үш қатар тоқып алдық. Енді келесі қатарында екі қатар қылып тоқитын боламыз. Яғни екі ақтың екеуліктің дәл ортасына бір кольцоға екі қатар қылып тоқимыз. Содан кейін тағы да үш қатар тоқып алып, сосын екі қатар дәл осылай жалғастырып, соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі қатарда тағы да үш рет ілмектен өткізіп аламыз. Содан кейін екі ақтың ортасына үшеуліктен екі қатар тоқып алып, содан кейін екеуліктен бір қатар, сосын тағы үшеуліктен екі қатар, сосын тағы да екеуліктен бір қатар, дәл осылай жалғастырып, осы қатардың соңына дейін тоқып шығатын боламыз.
Енді келесі қатарында біздер екі ақтың ортасына үшеулік қылып бір қатар, содан кейін екеулік, сосын үшеулік, дәл осылай жалғастырып, жоғарғы жағын дәл осылай жинай бастаймыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Енді келесі қатарында тағы да 3 рет ілмектен өткізіп аламыз. Содан кейін осы екі ақтың ортасына енді екеулік қылып тоқып шығатын боламыз. Барлық қатарын дәл осылай тура екі ақтың ортасына бір кольцоға екеу қылып тоқып шығатын боламыз. Мінекей дәл осылай енді екі қатардан болатын болады. Дәл осылай екі қатардан соңына дейін тоқып, келесі тағы да 3 қатар тоқып аламыз. Дәл осылай. Енді келесі қатарда біздер барлығына бір қатардан тоқып шығатын боламыз. 3 рет ілмектен өткізіп аламыз. Содан кейін тура осы екі ақтың ортасына бір қатар, содан кейін ешқандай ілмектен іліп алмаймыз. Ары қарай да тағы да бір қатар, дәл осылай жоғарғы жағын жинап алатын боламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Барлығына бір қатардан етіп.
Неке біздер жоғарғы жағына келдік. Енді барлық қатарынан бір қатардан алып, крючоктан өткізбейміз. Барлығын крючокта ұстап тұрып, дәл осылай айналдырып, барлығынан өткізіп аламыз да. Содан кейін барлығын бірақ өткізетін боламыз. Дәл осылай жоғарғы жағын жинап аламыз. Содан кейін осындай кардонның көмегімен 9 сантиметр етіп қиып аламыз. Содан кейін осы екі жібімізді бір-біріне қосып, аст жағын ұзындау қылып қалдырып, дәл осылай барлығын орап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұл бізде шапкамыздың жоғарғы жағында тұратыны. Қатты қалың қылғарыңыз келсе, өте көп орайсыздар. Егер де жұқа қылғыларыңыз келсе, азырақ қылып, дәл осылай орап аламыз. Содан кейін оны кардоннан шешіп аламыз да, дәл осылай екі ортасын буып аламыз. Содан кейін тура осы екі жағының барлығын қиып шығамыз. Неке дәл осылай шапканың жоғарғы жағына қоятын домалақты дәл осылай өздеріңіз тура осы шапканы тоқыған жіптен бірдей етіп дәл осылай жасап алсаңыздар да болады, немесе дайын сатып алып, соны жоғарғы жағына қойсаңыздар да болады. Дәл осылай жіптерді ішкі жағына қарай өткізіп алып, байлап, артығын қиып тастап аламыз. Осымен біздің шапкамыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.